Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Мен кіммін ойыны. Ойынның шарты оқушылардың маңдайларына жапсырма қағазға сабақта өтілген тұлғалардың аты жапсырылады. Жұптас көршісіне сұрақ қою арқылы өзінің қай тұлға екенін табу керек. Мысалы, мен жазушымын ба? Менің Ақбілек деген романым бар ма? Көршісі тек қана иә немесе жоқ деген жауаптарды айтуы керек. Осылайша ойын барысында өзінің қандай тұлға екенін, кім екенін оқушы табуы керек. Домино ойыны. Үстел үстінде суреті төмен қараған карточкалар көп жайылған. Онда әртүрлі ертегілерден сюжеттер немесе сюжетті суреттер бейнеленген. Бірінші бала карточканы ашып, ертегіні бастайды. Баланың ой қиялы шегіне жеткенде, ол келесі баланың иығына қол салады. Сол бала ертегіні өз бетінше жалғастыратын болады. Бұл ойын баланың ойлау қабілетін және сөздік қорын молайтады. Келесі ойын қимылсыз мүсін ойыны. Мақсаты балалардың көңіл күйін көтеру және өзара қарым-қатынастарын дамыту. Екі адамнан немесе топтан жұпқа бөлініп ойнайды. Әр жұпта қатып тұрған адам және оның жанын кіргізетін реаниматор болады. Белгі бойынша қимылсыз мүсін қимылсыз тұрады, ал реаниматор оны күлдіріп тұрған қалпын өзгертуге тырысады. Реаниматордың қимылсыз мүсінге жақындауына, онымен сөйлесуіне болмайды. Оның жан-жағына қарауға, қимылдауына, пантомима жасауына ғана мүмкіндігі бар. Бірнеше қолмен салынған сурет ойыны. Қатысушылар саны 2-ден 11 адамға дейін болады. Топтың бірінші қатысушысы бейнені еске түсіретіндей бір нәрсенің суретін, яғни нобайын жасайды. Екінші қатысушы алғашқы белгіден бастап оны келесі бейненің элементі ретінде өзге мәнде қолданады. Бірде-бір фигура аяқталмағандықтан соңғы нәтиже түсініксіз бір нәрсе пайда болады. Балаларды бұл ойын қызықтырғандықтан ережесін тез есте сақтайды. Мысалы, бірінші оқушы сопақша салды деп ойласақ, ал екіншісі өзінің түсінігінше оған аяқ салады, ал үшінші оқушы бастың орнына гүлдің суретін салады. Міне осылайша сурет салынып біткеннен соң оқушылардың барлығы суретті өз бетінше ойындағы сурет пішіндерді қосқаннан соң сурет дайын болады. Балалармен бірге әр бейнелеушінің нені көрсеткісі келгенін тауып көріңдер. Қорытындылай келе барлық қатысушының пікірін білуге болады. Бізде не пайда болды және оны қалай атауға болады деген сұрақ қоямыз. Сұраққа кез келген оқушы өз ойын айтады. Қатысты 10 сөзді атаңыз ойыны. Ойынның шарты оқушылардан нақты бір тақырыпқа, ұғымға қатысты 10 сөз атауды ұсыныңыз. Яғни сұраңыз. Алдын ала 10 сөз ойыны болатынын ескертіп, сабаққа зейін қойып тыңдауды ескертіңіз. Жаңа тақырып, мәтін, әңгіме және тағы басқа ертегі тапсырмаларды орындауда осы ойын түрін қолдануға болады. Келесі қолыңды төмен ұстау ойыны. Ойынның шарты бойынша оқушыларға жауап беру үшін емес, сұрақ қою үшін қол көтеруге рұқсат беретініңізді айтыңыз. Одан кейін мұғалім жауап беретін оқушыны таңдайды. Осылайша барлық оқушының сабақты тыңдап немесе оқып отырғандығын тексеруге және білуге болады. Қар көшкіні ойыны. Ойын шарты: оқушылар шеңбер құрайды. Мұғалім де оқушылар арасынан орын алады. Әрбір қатысушы өз есімін атап, оған бастапқы әрпінен басталатын бір сын есім, яғни эпитет қосады. Мәселен, Айнаш есімі А әрпінен басталады, яғни Айнаш өз есіміне алғыр, немесе ақылды, айбынды, асқақ, айлалы, арынды, тағы басқа сол сияқты сын есімдерді қосып айтуы керек. Келесі оқушы да дәл солай өз есімін айтып, оған сын есімдерді қоса айтады. Алдында тұрған барлық оқушылардың есімдері мен эпитеттерін қайталап шығуы керек. Алғыр, Асан, Думанды Дәмеш, Сабырлы Сейтжан, Әділ Әбілғазы, Реңді Рузангүл, Жалынды Жомарт, ал мен Берекелі Бақытпын деген сынды. Бұл тәсілді қолданғанда оқушыларға мұқият тыңдау мен зейін қою қасиеттерін іске қосу қажет. Мұғалім танысуды өзінен бастаса да болады, ал егер ол өзінің оқушылар алдында жадыменен есте сақтау қабілетін қандай екенін көрсеткісі келсе, онда ең соңында жауап берсе болады.
Видеоларым ұнап жатса, мен өте қуаныштымын. Видеоларға лайк басыңыздар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.